Ассаламағалейкум құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің әңгімеміз Айша бибі туралы болмақ. Айша бибі туралы халық арасында аңыздың 28 түрлі нұсқасы бар. Соның ішінде ең көп таралған аңыз Айша 11 ғасырдың әйгілі атақты ғалымы және ақыны Сүлеймен Хакім Бақырғанидың қызы делінеді. Ал Хакім Сүлеймен Бақырғани халық арасында Зеңгі баба деп аталып кеткен. Ол Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті болып табылады. Бақырғани қайтыс болғаннан кейін Айша Айтқожа шейхтің тәрбиесінде болады. Аңызда Тараз шаһарының әміршісі жас Қарахан Мұхаммед 16 жасар Айшаны көріп ғашық болып қалады делінеді. Айша сұлу да Қарахан Мұхаммедке өлердей ғашық болған деп айтылады. Бірде Тараз қаласының билеушісі жас Қарахан Мұхаммед Айтқожа шейхтің үйіне Айшаның қолын сұрауға барады. Бірақ қыздың тәрбиелеушісі бұған келісімін бермейді. Сол кезде Айша Қараханға қосылуына қарсы болған тәрбиелеушісін алдап, оған айтпай Таразға өз сүйіктісін іздеуге шығады. Алайда Айша ғашығына барар жолда Аса өзенінің жағасында кішкене сергіп демалып алайын деген жерінде бас киіміне жасырынып алған улы жылан оны шағып өлтіреді. Денесін у жайлап, тынысы тарылып баратқан Айша дереу Қараханға хабаршы жібергізеді. Қарахан тәуіптері мен молдаларын алып жеткен кезде ару қыз ісініп, кеуіп, екі дүниенің арасында жатады. Қарахан молдаға екеуінің некесін қиғызады. Содан кейін ол қызды қолына алып, жаны үзіліп бара жатқан Айшаның құлағына: «Айша, сен енді бибі болдың! Айша, сен енді бибі болдың! Айша, сен енді бибі болдың!» деп 3 рет айқайлапты. Ханның өлі қызбен некелесуі одан бұрын да, одан кейін де тарихта кездеспейді. Ал бибі деген сөзге келетін болсақ, бибі деген сөз сол уақытта хандар мен қағандардың әйелдеріне берілетін жоғарғы титулдық атақ болып есептелген. Сонда қыздың қаза болған жерінде қазасына қайғырған Қарахан Мұхаммед Айшаның жерлеген жерінде сұлулығы таңдай қақтыратын керемет күмбез тұрғызады. Ол күмбез Айшаның сұлулығын паш етіп көрсетеді. Ғасырлар өтсе де, сол Тараз қаласының қасында бұл күмбез әлі күнге дейін осы ғашықтардың махаббатының символы ретінде өзінің сұлулығымен бүкіл әлемдегі туристерді өзіне тартып жатыр десек болады. Ғасырлар өтсе де, бұл кесене ғашықтар махаббатының символы болып табылады. Және де бұл Ромео мен Джульеттаның трагедиясынан кем түспейтін шығыс еліндегі бірден бір кесененің бірі деп айтуға болады. Айша бибі кесенесі мәңгілік махаббаттың символы ретінде қазақ еліндегі қазақтың Тәж-Махалы деп айтсақ артық болмайды. Тарихымызды қастерлеп біліп жүрейік ағайын. Ассаламағалейкум құрметті көрермендер. Мінекей біз қазір атақты осы кесенелердің бірі Айша биби кесенесінің қасында тұрмыз. Айша биби кесенесі мен Баба Джухаттың кесенесі қатарлас орналасқан. Бұл кесенелер тарихи 11-12 ғасырда жататын кесенелердің бірі. Бұл кесенелердің ерекшелігі бір сәулет өнерінің бір шедевр десе болады. Бұл жерде шаршы формада салынған ескерткіштердің бірі, және осы кірпіштерінің өзі геометриялық және өсімдік тәрізді өрнектермен салынған өте тамаша ғимараттардың бірі деп есептеледі.
Еліміздегі махаббаттың символына айналып, қазақтың тәж мақалы атанып кеткен ескерткіш ол Айша бибі кесенесі. Айша бибі кесенесі 11-12 ғасырлардағы сәулет өнерінің көрнекті ескерткіштерінің бірі. Ол Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Айша бибі ауылында орналасқан. Сырты керамикалық плиткалармен қаланып, ойып жасалған. Өрнектің сән салтанаты мен сан түрлілігі жағынан Қазақстандағы басқа мемориалдық дәстүрлік ескерткіштер ішіндегі оған тең келетіні жоқ деуге болады. Ескерткішті қалаған кірпіштердің әртүрлі болуының өзі таң қалдырады. Оның алғашқы қалпы біздің уақытымызға дейін тек батыс қабырғасында ғана сақталып қалған. Құрылысы жағынан мазар сырты ерекше қапталған. Оны тек Бұхарадағы Исмаил Самани мазарымен ғана салыстыруға болады. Айша бибі кесенесі орталық Азиядағы плита түрінде қапталған, оюға толығымен кесіліп жасалған терракоталармен безендірілген. Кесене бай және әртүрлі геометриялық фигуралармен қапталған. Жіңішке қазақ оюлармен безендірілген. Ұсақ плиткалардың шырмауық өрнегіне 60 түрлі әшекей қолданылған. Қашаумен үңгіп жасалған бұл оюлар бір-бірімен қиюласып, кесененің мақсатына лайық архитектуралық сипат, яғни композициялық ұтымды шешім тапқан. Кесене құрылысынан темір дәуіріндегі архитектура өнерінде үлкен орын алған порталды, тақталы дәстүр айқын аңғарылып тұр.